Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте оңай зебра пирогын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар 270 грамм ұн, 40 грамм сұйық май, 180 грамм қайнатылған су, 200 грамм құмшекер, 1 чайный ложка разрыхлитель, 1 чайный ложка сода, 1 чайный ложка ванилин, 1 ас қасық какао, 2 жұмыртқа қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға құйып, үстінен құмшекерімізді саламыз. Одан соң миксермен араластырамыз. Аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Осындай масса пайда болған кезінде үстінен сұйық майымызды құямыз. Ванилинімізді саламыз, араластырамыз. Үстінен қайнатылған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң үстінен ұнымызды електен өткізіп, 2 бөлікке бөле отырып, салып араластырамыз. Ұнымызды саламыз, екінші бөлігін тағы да араластырамыз. Үстінен разрыхлителімізбен содамызды салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне какаомызды салып араластырамыз. Какаомыз араласқанша жақсылап араластырамыз. Одан соң пергамент қағазымызға 2 қасықтан дайын болған қамырымызды құямыз. Менде 24 сантиметр диаметрі. Осылай 2 қасықтан қамырымызды сала отырып, барлық қамырымызды құямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай рецепт. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Одан соң ағаш таяғымызбен осылай бетіне өрнек саламыз. Қызып тұрған пешімізде 250 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, мамықтай болып шығады. Ыстық күйінше міне буы бұрқырап тұр. Барлықтарыңызға ас болсын. Любой смайлікпен бағасын беріп кетіңіздер.